Егер сізге жақсы ой келетін болса, оны сізге кім айтып отыр? Періштелер салып отыр жақсы ойды. Ал сізге жаман ой келді. Один раз живем. Ничего страшного. Құдай бәрін кешіреді. Я кешіреді. Ешқандай күмән келтірмейміз. Ол жаман ойды кім тастайды? Жын шайтандар тастайды. Міне, жын шайтандар адамды адастыру үшін, шатастыру үшін, дұрыс жолдан тайғызу үшін не қылады? Адамға жаман ойларды тастайды. Ал жақсы ойды кім тастайды? Періштелер тастайды. Екі ой келді ме? Енді таңдау кімнің арқасында? Өзіңіздің арқаңызда. Қай ойды таңдайсыз? Егер сіз жақсы ойды таңдайтын болсаңыз, иншалла, машалла, періштенің жолын таңдадыңыз. Періштенің жолын таңдадыңыз ба? Иншалла, Құдай қаласа не қыласыз? Екі дүниеде бақытты боласыз. Өйткені періштелер ешқашан не қылмайды? Күнә жасамайды. Олар Аллаға қарсы шықпайды. Неге? Өйткені олар тек қана Алланың әмірін орындайды. Періштелердің нәпсі деген жоқ. Ал егер Құдай сақтасын жаман ойды қабылдадыңыз, жаман ойдың артынан ердіңіз, ондай болса сіз жын шайтанның ойының артынан ердіңіз.